Бүгін енді мен сізге қазір спиннерді қалай, дәл осындай спиннерлерді қалай жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін алдымен біз мына жерге слайды ашып алайық. Жаңадан слайд. Одан кейін вставка бөліміне өтіп, диаграммадан кругловая таңдап аламыз. Енді біріншісі біз оқушы саны қанша, мысалы қайсысын қоясыз және оқушы санына қарайсыз. Мысалы 20 оқушы болатын болса 18-ден алайын. 20 неге бөлем? 20-ға бөлеміз. Одан кейін бірдей бөліктен 20 оқушыға бөлінеді диаграмма. Одан кейін өшіре саламыз. Керек емесіне алып тастаймыз. Бізге керек емес, керек емес. Одан кейін оны қысқартып аламыз. Сосын бұны біразат дегенде басып, вставка бөліміне өтіп, специальная вставкадан рисунок расширение метафайлға басып, OK деп аламыз. Одан кейін бұл бізде метафайл болып алынады. Енді бұл негізі оқушылардың атын жазуға, оқушылардың атын жазып шығамыз, ал қасына біз тапсырманы жазуға болады, немесе фото түрінде қойсақ болады. Енді екінші диаграмманы вставить етіп аламыз, дайындап аламыз. Екінші диаграммада мысалы қанша тапсырма болады, соған қарай ала бересіздер. Мысалы мен 10 тапсырма, бірдей өлшемдегі 10 дайын. Енді бұдан да біз керек еместерін өшіп тастаймыз. Екеуінің өлшемін бірдей етіп аламыз. Сосын бұны тағы да біразат етіп, тура алдыңғы диаграмма жасағандай рисунок расширение метафайлға басып етіп аламыз. Енді екеуінде біз белгілейміз. Бір-бірлеп болады негізі. Кроватқа басып, разгруппировать етеміз. Бір рет басамыз, сосын тағы да кроватқа басамыз. Енді мына жерде біз мынау нелердің несін өзгертсек болады. Осылай. Өзгертуге болады, және былай өзгертуге болады. Мысалы, былай кез келген түстеріңізді қойып шығуға болады. Өзгертіп. Келесінде біз тағы да разгруппировать етіп аламыз. Екі рет разгруппировать. Енді түстерін өзгертіп аламыз мына жерде. Айтқанымда түстерін өзгертсеңіздер болады. Одан кейін вставка бөлімінен надписьқа өтіп, оқушылардың аттарын жазып шығамыз. Мысалы, Айнұр деген сияқты. Оқушылардың аттарын жазып, мына жерге орналастырып. 20 оқушы дедім, мен 20 оқушы атын жазамын. Одан кейін мына жерге тапсырманы жазамын, немесе фотоларды қойсақ болады. Суреттегі фотодағы тапсырмаларды қойып шығамын. Одан кейін барлығын қойып болғаннан кейін, дайын болғаннан кейін белгілеп аламыз. Оны группировать етеміз. Группировать етіп аламыз. Келесі нені группировать етеміз. Екінші диаграмманы группировать аламыз. Одан кейін бұл нелерге біз анимация қоямыз. Анимация бөліміне өтіп, добавить анимация бірінші диаграммаға вращение дегенді таңдаймыз. Екінші диаграммаға да добавить анимация вращение таңдаймыз. Одан кейін екі диаграммамызда анимациясын қойып алдық. Енді осы екі диаграммадан область анимацияға өтіп, екеуін белгілейміз. Екеуін белгілеп аламыз. Одан кейін мына жерде параметрі эффект кіреміз. Премияға өтіп 0,5 секунд қоямыз.
ең жылдам айналады. Сосын повторениеға да нажать басамыз. Окей. Енді біз осы екі нені белгілеп алып, тағы да белгілеп алып, добавить анимациядан возникновениеге басамыз. Одан кейін вставка бөліміне өтіп, мынандай нені таңдаймыз. Мысалы, екі жаққа қараған стрелканы. Осыны қоямыз. Оның түсін мысалы өзгертуге болады. Өзгертіп аламыз. Енді бұл дайын. Оны қойып алып, былай белгілейміз барлығын. Сосын мына жерде премияға кіріп, подключение, начать выполнение эффект при щелчке. Мына жерде двойной стрелка басамыз. Окей. Болды. Енді мынаны жасап болады. Мынау бізде анимацияны ашамыз. Екі, мысалы бірінші неміз с предыдущим болып тұр, ал екіншісінде с предыдущим болу керек, ал мынау бізде по щелку болу керек. Осылай қойып аламыз. Енді дайын, мысалы показать слайдқа кіріп көру